Сәлеметсіңдер ме балалар? Ал балалар, бүгінгі күнімізге бір-бірімізге сәттілік тілейік. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, арайлап атқан күнге. Жалқаулықты тастаймыз, сабақты біз бастаймыз. Ортақ тақырып бойынша тағамдар мен сусындар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сен не ішесің? Сабақтың мақсаты әріпін дыбыстайды, бастырып жазады, айтылуын, жазылуын, қолдану орнын түсінеді. Сусындардың атауларын атайды, сұрақ қояды. Иллюстрация бойынша сусындар туралы сипаттай біледі, болымсыз етістіктердің қосымшаларын дұрыс қолданады. Бүгінгі сабағымызда қолданатын жаңа сөздер. Шәй, чай, сүт, молоко, шырын, сок, ішемін, пию, ішпеймін, не пию. Мұқият тыңдаймыз, қайталаймыз. Шәй, сүт, шырын, ішемін, ішпеймін, ішемін, ішпеймін, шырын, сүт, шәй. Жарайсыңдар. Төртінші сабақ. Сен не ішесің? Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйле. Мынау су. Мен су ішемін. Мынау шай. Мен шай ішемін. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Есте сақта айдары бойынша астыңғы жағында көрсетілген сөйлемдерді қайталаймыз. Есте сақта, запоминай. Мен су ішемін, ішемін, пью. Мен су ішпеймін, не пью. Ішемін, ішпеймін. Ішемін, ішпеймін. Ішемін, ішпеймін. Қайталаймыз. Мен шырын ішемін, мен шырын ішпеймін. Жақсы. Ал балалар, екінші тапсырма. Толықтырып, оқы және айт. Сурет бойынша сөйлемдерді толықтырамыз. Төменгі жағында үлгісі көрсетілген. Мысалы, мен шырын ішемін, мен сүт ішпеймін. Мен шырын ішемін, мен сүт ішпеймін. Суретте көрсетілген сөздерден сөйлемдер құрап айт. Сен не ішесің, сен не ішпейсің? Ал балалар, орнымыздан тұрайық. Бір сергіп алайық, сергіту сәті. Ал балалар, тұрайық, мойнымызды бұрайық, қолымызды созайық, су ішінде қалықтап, қане жүзіп алайық. Оңға бір, солға бір қарап, денемізді бұрайық. Дем алайық, тұрайық, сусын ішіп алайық. Өте жақсы балалар. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйле. Сұрақтарға жауап бер.
Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Мынау шай. Мен шай ішпеймін. Сен не ішесің? Сен не ішпейсің? Ары қарай жалғастырамыз. Иә, мен ішемін. Жоқ, мен ішпеймін. Сен су ішесің бе? Жоқ, мен су ішпеймін. Мен шырын ішемін. Сен шай ішесің бе? Иә, мен шай ішемін. Мен сүт ішпеймін. Иә, ішемін. Жоқ, ішпеймін. Үлгі бойынша сөйле. Сен не ішесің? Сен не ішпейсің? Сөйлемдерді толықтырып айт. Жақсы. 4-ші тапсырма. Тыңда, қайтала. Ың дыбысы мен әрпі. Ың дауыссыз дыбыс. Шаңғы, қоңыр, бәтеңке. Сенің атың кім? Менің атым Аңсар. Ың дауыссыз дыбыс. Ың әріпі сөздің басында жазылмайды. Сөздің ортасында, сөздің соңында жазылады. Шаңғы ортасында, бәтеңке соңғы жағында, қоңыр ортасында, аңсар сөздің басқы буынында. Ң әріпі дауыссыз дыбыс. Қайталаймыз. Ың, аң, аң, қоңыр, бәтеңке. Сенің атың кім? Өте жақсы, балалар. Келесі тапсырма. Дәптерімізді ашамыз, дәптермен жұмыс. 4-ші тапсырма. Мұқият тыңдаймыз. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып жаз. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жаз. Біз қандай әріп өттік? Соны жазамыз. Мұқият. Таза, көркем жазамыз. Ал балалар, сабақты қорыта келе, мына тапсырмаларға көңіл аударамыз. Бұл жерде тауып көр ойыны. Балалар, біз осы сендермен өткен қандай ертегілердің кейіпкерлерін көріп тұрмыз. Және олар не ішеді сұрағына жауап беретін сөздерді қайталаймыз. Кім айтады? Қандай ертегілерде өттік? Бірінші суретте қандай ертегі? Екінші суретте қандай ертегі? Өздерің тексеріңдер. Өте жақсы. Суреттер қандай ертегіден алынған? Не ішеді? Смайликтер арқылы өздерің бағалаңдар. Түсінбедім, қызыл түсті. Жартылай түсіндім,
сары түсті. Бәрін түсіндім, толық түсіндім, жасыл түсті. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.